Тоңазытқыш шығарудан әлемде көш бастайтын компания Түркістанда жаңа зауытын іске қосты. Өндіріс орны Сауран ауданындағы шағын өнеркәсіптік паркте орналасқан. Жасыл су Қазақстан деп аталатын зауыттың ашылуына облыс әкімі Нұралхан Көшеров пен UBC Group президенті Игорь Гуменный қатысты. Жаңа кәсіпорын ашылып жатыр. Осындай жергілікті халыққа жұмыс орны қазіргі таңда мына жердің өзінде 350 жаңа жұмыс орны ашылып отыр. Тұрақты. Орташа жалақысы сол 300 мың теңгеге жуық. Әлемдік көшбасшы компания өндіріс орындарын Қазақстанда орналастыру туралы шешімді 2023 жылы қабылдаған. Қолайлы орын іздеп еліміздің бірқатар аймағын аралаған компания өкілдері Түркістан облысын таңдапты. Мы работаем на рынках в Средней Азии, в Узбекистане, Казахстане, в Азербайджане, Грузии, Армении. Там мы продаем вот эти продукты, которые производим здесь. Казахстан это будет, наверное, 40-30%. Шетелдік компания аталған жобаға 30 миллион евро инвестиция салуды жоспарлап отыр. Жоба бірнеше кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңде зауыт 40 мың дана тоңазытқышты сатылымға шығармақ. Қазір мұнда 150-ге жуық адам жұмыс істейді. Келешекте жұмыспен қамтылатындардың саны 1000-ға жетпек.